Біздің ойымыз қоршаған ортаны өзгертетін ең жоғары дәрежедегі күш. Ойланып көріңіздерші, өзіңіз қалаған өміріңізді сіз өзіңіз жасай аласыз. Тек бар болғаны ойлау тәсілдеріңізді өзгертіп, түпкі санаңызға керекті ақпаратты орнатып, сіз өміріңізді өзгертесіз. Джон Кеха, түйсігіңмен ойлай біл. Сіздің түпкі санаңыз бұл бір алқап, ойыңыз және көзқарасыңыз осы алқапқа егілетін өсімдік немесе тұқымдар. Ал сіз немесе сіздің санаңыз бұл бағбан. Түпкі сананы талдау мүмкін емес. Сіздердің жақсы оң ойларыңызды немесе жаман ойларыңызды қабылдай береді. Қаласаңыздар, өздеріңізге пайдалы бидай егіңіздер. Қаласаңыздар, түкке пайдасы жоқ тікене кактус егіңіздер. Бірақ естен шығармаңыздар. Не ексең, соны орасың. Мысалы, сіздің оқушыңыз олимпиадаға қатысты дедік. Дайындық басталғаннан бастап сіз өзіңіздің түпкі санаңызға оқушыңыз алғыр, білімді, олимпиадада жеңіске жетеді деген сенімді жақсы ойды түпкі санаңызға қойсаңыз, ол сізге үлкен нәтиже береді. Сол үшін елестетіңіз. Елестету барысында өзіңізге деген сенімдікті алып тастаңыз. Қалаған нәрсеңізді қандай жолмен келетіндігін ойланбаңыз. Негативті ойлардан аулақ болыңыз. Назарыңыздың барлығын нәтижеге бағыттаңыз. Дұрыс елестетудің алты құпиясы. Шын мәнінде не қалайтыныңызды шешіңіз. Өзіңізді еркін ұстаңыз. Еш нәрсеге алаңдамай, жан тәніңізбен бірнеше минут демалыңыз. Алға қойған мақсаттарыңызға сеніңіз. Күніне 10-15 минут уақытыңызды өзіңіз қалаған өмір сүріп жатқандай елестетіңіз. Мақсатыңызға жеткендей сезініп алғыс айтыңыз. Осы ойларыңыздың барлығы орындалу үшін бостандыққа жіберіңіз. Сана бұл энергия. Энергияның аса нәзік және динамикалық формасы.